Білім айнасы хабарының кезекті шығарылымы білім мен ізгілікке бет алған аймақ Мақтаарал ауданында түсірілді. Елдің ең шырайлы өңірлерінің бірі саналатын бұл ауданда бүгінгі таңда 60-қа жуық білім ошағы жұмыс істейді. Бұл мектептерде 30 мыңға жуық бала сапалы білім мен саналы тәрбие алуда. Оқушыларды әлеуметтік қолдауын күшейту бағытында да ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Атап айтқанда мектеп жасындағы 12 мыңнан асатын оқушы күн сайын тегін ыстық тамақпен қамтылып, олардың қауіпсіз әрі жайлы ортада білім алуына барлық жағдай жасалған. Мақтаарал ауданы білім бөліміне қарасты 58 мемлекеттік мектеп, 3 жекеменшік мектеп бар. Осыған қоса 3 қосымша білім беру мекемесі бар. Биылғы оқу жылында бізде осыған қосымша президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей өзінің тапсырмасымен жайлы мектеп қолға алынған болатын. Қалыбеков ауылдық округінде 600 орындық мектеп ашылып, осы жаңа оқу жылынан бастап 512 оқушы сол жерде білім алып жатыр. Қазіргі уақытта ең соңғы үлгідегі заманауи технологияларды жаңартылған білім беру мазмұны бойынша білім алып жатыр. Алдағы уақытта Атакент кентінде 1500 орындық осындай үлгіде екінші мектеп ашылуын күтіп отырмыз. Салтанатты түрде ашылғаннан кейін ол жерге де 1000-ға жуық оқушыны қамтып, осы бағытта жұмыстарымызды жүргізетін боламыз. Сонымен қатар, биылғы оқу жылындағы айтарлықтай ауыстырылып, айтарлықтай бір жақсы жаңалықтардың бірі Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізіліп, олар пән мұғалімдері осы бағытта құндылықтарды өз пәндеріне енгізе отырып, тәрбие жұмыстарын, білім мен тәрбиені бірдей алып жүріп жатыр. Республикалық пилоттық жоба Дос болайық жобасы іске асырылып жатыр. Оқушылар арасында отбасындағы зорлық-зомбылықтың, әлімжеттіктің, буллингтің, кибербуллингтің алдын алу мақсатында қауіпсіздік сабақтары апта сайын өткізіліп жатыр. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы мектепке дейінгі білім беру деңгейлі мекемелерінде де қолға алынып, жүйелі түрде аудандық, облыстық семинарлар өткізіліп жатыр. Биылғы жетістіктерімізге тоқтала кететін болсақ, халықаралық яссауи тану сайысына оқушыларымыз қатысып, үздік оқушымыз республикалық сайыста 3-ші орынға иеленді. Робототехника бойынша Комаров мектебі, Мақтаарал мектеп гимназиясының оқушылары халықаралық сайыстарға қатысып, ол жақтан да жүлделі орындарға ие болып келді. Қуантарлық жағдай, біздегі жекеменшік мектептерімізде осы білім саласына өз үлестерін қосып жатыр. Дубай қаласында өткен, Ташкент қаласында өткен, біздегі арифметикалық сайыстарда орындар алып, гран-при жүлделерін алып, қуантып жатыр. Ауданның мерейін үстем етуде. Ауданымызда барлық мекемелерде 29815 оқушы оқып жатыр. Оның ішінде 148 жекеменшік мектептерде оқып жатыр. Аудандағы 3 жекеменшік мектептерде ыстық тамақпен қамтылған. Одан кейін 1 мен 4-ші сынып оқушылары арасында барлығын алғанда есепке алғанда 12 мыңға жуық оқушы бізде ыстық тамақпен қамтылып отыр. Ауданға қарасты Қосжан Мүсірепов атындағы жалпы білім беретін мектеп өңірдегі ең көне білім ошақтарының бірі. Негізі 1931 жылы қаланған бұл мектеп талай буынға тәлім-тәрбие беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеуде өз орнын айшықтап келеді. Заманауи талапқа сай 1200 оқушыға арналып салынған білім ордасында бүгінде 700-ге жуық оқушы білім алады. Ұстаздар құрамы да тәжірибелі. Мектепте оқушыларға сапалы білім беру мен тәрбиесін нығайту бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Мектептің тарихы 1931 жылы Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Жаңажол ауыл әкімшілігіне қарасты 1931 жылы алғашқы іргетасы қаланған. Алғашқы іргетасын осы 31 жылдан бастап 9
білім беру мекемесін басқарған білім беру ұйымының басшылары маған дейін қызмет атқарған. 1993 жылы осы білім беру мекемесіне Қосша Мүсірепов атындағы жалпы білім беретін мектебі болып атауы берілді. Бүгінгі таңға дейін осы Қосша Мүсірепов мектебінің есіммен аталып, бүгінгі таңдағы ауданға қарасты 59 мектептің ішінен жалпы 20-шы орынмен иеленіп аталып келеміз. Қосша Мүсірепов мектебі өздеріңізге белгілі, бұл кешегі 2020 жылы төтенше жағдайларға байланысты су тасқынының салдарынан 2020 жылы осы жерге 5 ауылдың тұрғындары көшіп келіп, осы елді мекенге осы мемлекет басшымыздың қолдауымен тікелей осы 1200 орындық мектеп ғимараты салынып берілді. Бүгінгі таңда мектебімізде 673 оқушы білім алып келеді. 94 педагогымыз қызмет атқарады. Одан бөлек 36 кіші қызметкерлеріміз жұмыс жасайды. 94 қызметкеріміздің ішінде 21 педагогымыз педагог зерттеуші, 37 мұғаліміз педагог сарапшы және 14 мұғаліміз бізде педагог модератор санатында жұмыс атқарып келеді. 1 мен 4 сыныптың аралығында жалпы 265 оқушы тегін тамақпен, ыстық тамақпен қамтылған. Барлығы дерлік бракелярдық комиссияның тікелей шешіммен бұл жұмыс өте бір жүйелі түрде өз деңгейінде атқарылып келеді. Барлығы ата-ананың, қамқоршылық кеңестің тікелей төрағаларының бақылауында бұл ыстық тамақтың берілуі. Сонымен қатар бізде өздеріңіз жаңағы бақылап көрдіңіздер, бізде арнайы дара қорының есебінен ашылған ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арнайы пәндік кабинет ашылған. Бүгінгі таңда осы 2025-2026 оқу жылында бізде ерекше білім беруді қажет ететін 6 оқушымыз үйде оқытылу бағдарламасымен білім алып келеді. Оның барлығы бізде ерекше білім беруді қажет ететін балдарымыз бүгінгі таңда бұл қоғамнан тысқары қалмай, қоғамдағы білім алушылармен қатар орта біліммен қамтылу керек. Ал бүгінгі таңда өзіміздің осы оқу жылы барысында өткен оқу жылында бізде 39 оқушы, 24-25 оқу жылында бізде 39 оқушы орта білімді аяқтап, соның ішінде 17 оқушы мемлекет грант иегері атанды. 6 оқушымыз алтын белгімен аяқтады оқу жылын. Биылғы оқу жылында бізде өздеріңізге белгілі оқу ағарту министрлігінің Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы 9 айда 9 іс-шара 490-да 4 өнер атты бағдарламасы аясында жұмыс жасап келеміз. Және біздің ұлттық құндылықтарымыздың барлығы осы қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан айларында өзінің жаңағы әрбір құндылықтарды, сонымен қатар нақыл сөздерді біз дәйектеп келеміз. Биылғы оқу жылында біздің жеткен жетістіктеріміздің бірі бізде ауыл мен қала арасындағы сәйкестікті қалыптастыру мақсатында, білім алшақтығын қалыптастыру мақсатында, жою мақсатында, ауылды мектептердің балдарының білім сапасын көтеру мақсатында бізде 9 және 11 сынып оқушыларына арналған ауыл олимпиадасы жүзеге асырылып жатыр. Сол ауыл олимпиадасынан бізде 2 оқушымыз облыс деңгейде 2-3 дәрежелі дипломдармен марапатталды. Және бізде спорттық үйірмелер, өздеріңіз жаңа көрдіңіздер, тоғызқұмалақ және шахмат үйірмелері, асық-ату, бес асық және волейбол үйірмелері қолға алынған. Соның ішінде бізде тоғызқұмалақ үйірмесі бізде облыстық республикалық деңгейде жетістіктеріміз шығып жатыр. Және біздің осы дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін Әбутаев Ерсұлтан есімді әріптесіміз Түркістан облысы бойынша жүлделі бас жүлде иегері атанып, республикалық деңгейге жолдама алды. Оның енді қай уақытта болатындығы алдын ала бізге хабардар еткен кезде ол әріптесімізді міндетті түрде жіберетін боламыз республикалық деңгейде. Және біз тағы да қосымша атап кететін болсақ, бізде және
қыздар арасындағы футбол үйірмесі. Бізде футбол үйірмесі де осы облыстық республикалық деңгейде қыздар арасында екі командамыз осы Мырзакент клубының тікелей ұйымдастыруымен, спорт клубының ұйымдастыруымен бізде осы спорт үйірмесі де, футбол үйірмесі де қатты қолға алынған. Және биылғы оқу жылында бізде жетістігіміз орасан зор, және жылдың соңына дейін бізде осы 9 және 10 сынып оқушыларына арналған жаңағы 514 бұйрыққа негізілген олимпиадаларда біз жүлделі орынмен иеленіп марапатталып келеді. Және біздің мұғалімдеріміз де өздерінің жаңағы жеткен жетістігі биылғы оқу жылында жаңағы аттестаттан өтетін мұғалімдеріміз белсенді жұмыс жасап, өзінің біліктілігін сақтап қалу мақсатында өзінің авторлық және ғылыми шығармашылық жұмыстарын жетілдіріп, барлық жаңағы баспасөз беттеріне жариялап, оның барлығы жаңағы мектебіміздің ресми әлеуметтік парақшаларында жарияланып келеді. Оның барлығы біздің әріптестеріміздің жеткен жетістігі деп мен есептеймін. Ауданда бүгінде 107 балабақша тұрақты жұмыс істеп тұр. Бүлдіршіндерге де, олардың ата-аналарына да барынша қолайлы жағдай жасалған. Барлық балабақша ваучерлік жүйе арқылы қызмет көрсетеді. Бұл жүйе ата-аналардың таңдауын еркін жасауына, ал балабақшалардың сапасын арттыруына мүмкіндік береді дейді жауапты мамандар. Балабақшаларымыз осы жылғы 25 жылғы мамыр айынан бастап ваучерлық жүйеге өткізіліп, барлығы қазір бір қаржыландыру орталығы арқылы қаржыландырылып жатыр. Ата-аналарымыз бұрынғыдай емес, мынау қызметтердің бәрі автоматтандырылып, әр ата-ана өзінің ұнаған балабақшасына балаларды беру мүмкіндігі, ата-аналарға көбірек таңдау мүмкіндігі беріліп отыр. Бізде қазіргі күнге 107 балабақша, оның ішінде 12-сі мемлекеттік, 95-і жекеменшік балабақша. Бұл бағытта тұрақты жұмыс істеп келе жатқан балабақшалардың бірі Шолпан бақшасы. Мұнда бүгінгі таңда 200-ден аса бүлдіршін тәрбиеленіп келеді. Су апатынан кейін бұл мекемеге жаңа ғимарат салынып, заман талабына сай толықтай жаңартылған нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. Қазіргі таңда балабақшада балалардың жан-жақты дамуы үшін барлық жағдай жасалған. Кең әрі жарық топ бөлмелері, дамытушы орталықтар, ойын алаңшалары, қауіпсіздік талаптарына сай инфрақұрылым толық қарастырылған. Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент кентінде 1986 жылы Шолпан бөбекжай балабақшасы 140 орындық балабақша құрылған. Бірақ мына табиғи су басу салдарынан осы жерде мөлтек құрылған. Мөлтек ауданы, сол мөлтек ауданында осы жерде 280 орындық балабақшаға бой көтерді. Сол 2020 жылы салынғанымен 2021 жылы берілген. Мен осы балабақшада 2023 жылы 11 қатарда ротациямен осы жерге жұмысқа келдім. Сол осы 2 жылдың ішінде осы жерде балабақшада 140 орынды балабақшаның орнына балаларды 210 келіп жатыр қазір бала. Біз тағы да бір топқа ұсыныс тастадық 25 балаға. Құда қаласа, мына бала жыл сайын, ай сайын көбейді. Біздерде қазір 210 бала келуде. Бізде 24 педагогымыз бар. Оның ішінде бізде жалдайға Қазақстан Республикасының жалды ережесіне сәйкес, аттестаттау ережесіне сәйкес біздің педагогтарымыз модератор, сарапшы, зерттеуші категориялар, бәрі жоғары категориялары мамандар бар. Бізде техперсоналымыз жалды 17 техперсонал жұмыс жасауда. Біздерде енді осы жерге 2023 жыл келгелі бері мен осы жерде ұлттық бөлме, ұлттық ойын бөлмесі ашылды, мәдениет театр орталығы ашылды, кейін біздерде тұзды шахта орталығы ашылды, кейін біздерде қазір осы былтырдан бері 24 жылы бері мына бізде мемлекеттік стандартқа сәйкес құзыреттілік орталықтар жұмыс жасауда. Сол бойынша біздерде қазір құзыреттілік орталық топ ашылды. Біздерде балаларға лайықты. Кейін біздерде жалды Монтессори бөлмелері ашылды. Кейін және спорт залды аштық. Кеше жақын ортада дене шынықтыру маман талабына сәйкес кеше келіп. Біздерде тағы да хореография бар.
гимнастика бар орталықтары. Біздің өзіміз сол музыка маманымыз жеке ата-аналармен ұсынысы бойынша жұмыс атқаруда. Оның барлығы балаға не береді? Балаларға бұл жерде балаларға бірінші даму деңгейін көтереді. Бұл жерде балалардың белсенді денсаулығын дамытады. Бұл жерде өте үлкен ықпал, жан-жақта конкурстарға, байқауларға барып, біздің балдарымыз кеше мысалы біздер жұма күні облыстық семинар өткіздік, бірақ суббота күні нешесі болды, 8-іне Түркістан облысы республиканский байқауға біздің балдарымыз жалды конкурсқа барып, сол жерден бірінші орын ие болды. Қыздарымыз барып индийский би билеп келді. Мысалы бізде азында сағат 8-ден кешкі 6:30-ға шейін жұмыс істейміз. Ата-аналарымыз өзі 8-де мектептерде 8 ашылуы байланысты. Сол 8-ден 8:30, 9-ға шейін балдар келеді. Себебі бұл жер ауылдық жер ғой. Шет болғаннан кейін ауылдық жер. Бірақ сағат 9-ға шейін келгеннен кейін таңғы жаттығу жасалады балдар. Содан кейін таңғы жаттығу жасалып болғаннан кейін әнұран қойылады. Жалпы бізде мына жерде балабақшада өз аппаратура бар. Мына жерде аппаратураны мен қосам, сол кезде әнұран айтылады. Жалпы балабақша бойынша ойнатылады. Содан кейін олар таңғы асқа отырады. Азында сән-пи бойынша бізде азында обязательно молочная каша, рисовый, жалды әртүрлі геркулесовый кашалар беріледі. Содан кейін жалды оқу әрекеттер басталады. Оқу әрекеттер бітіп болғаннан кейін серуендер басталады. Орталықтарға барып қыздар, балдар мен тәрбиешілеріміз, педагогтарымыз барып жұмыс атқарады. Ойын орталықтарға барады. Енді содан кейін барып олар не қылады? Түскі асқа дайындалады. Бізде түскі аста сән-пи мына жерде кіреберіс жерде өздеріңізде байқаған шығарсыздар. Сол жерде барлығы жазылып тұрады. 10 күндік менюлар режимі бойынша жазылады. Первый, второй тамақ беріледі. Соған салат қосылады. Сүт, компот, кисель, шай обязательно беріледі. Содан кейін түскі ас болады. Түскі астан кейін жалды ұйқыдан кейін тұрып болғаннан кейін тоже ұйқыдан кейін жаттығулар жасалады. Содан кейін полдникке біздерде бұл жерде асханада обязательно печеный беріледі. Бұл жерде ол педагог маман болғаннан кейін уже неше жылдық тәжірибелі жұмыстар болғаннан кейін бұлар азында қабылдауды, баламен қалай жеке жұмыс істеуді, негізі жаңадан келген балаға өзі стандарт бойынша адаптация беріледі 3 күн. Сол 3 күнде бала үйренеді. Бірінші күн білмейді, бірақ кейінгі күндерде ол үйренеді бала. Көп баланы көргеннен кейін тәрбиешілер уақытылы сабақ, оқу әрекеті, ойын түрінде, қазір ойын түрінде өтеді оқу әрекеттерінің барлығы. Содан кейін бала қызығады. Үйде отырғаннан қарағанда балабақшаға балдар қатты ұмтылады. Себебі бұл жерде жағдайлардың бәрі жасалған. Ішкі әжетханалар бар бұл жерде. Памперспен енді балдарымыз қабылдамаймыз, себебі бізде стандарт бойынша 2 жастан жоғары жалдайға кішкентай майда балдарымызға, кіші топтарға біздерде горшоктар бар. Бірақ сонда да біздерде әжетханалар бар, қол жуатын. Қазір стандарт заманауи балабақша деп есептеймін. Балабақша керемет жағдай жасалған, квадратурасына сәйкес, стандартқа сәйкес салынған. We'll be right back.
командамыз бірінші орын әкеп отқан, бас жүлдені әкеп отқан жайымыз бар, қуаным. Олимпиададан да аудандық, облыстық пән олимпиадаларына шығып отқан оқушыларымыз да бар, мақтан тұта аламыз соларда. Және біздің мектепте жалпы 1 мен 4 сынып арасында 140-тай оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Және 13 бала аз қамтылған отбасынан ыстық тамақпен қамтылып тамақ жеуде. Бізде 48 мұғалім сабақ беруде. Біліктілік санатына келсек, бір шебер, 14 зерттеуші, 21 сарапшы және 19 модераторымыз бар. 2 жас маманымыз бар. Бізде барлық сыртқы және ішкі камералар бәрі қосылған. Барлығын бақылап отырамыз. Ол директордың кабинетінде орнатылған. Және мына жерде де бар, коридорда да. Біздің мектепте осы жасанды интеллект бойынша біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Оны біз зерттеу сабақтарда бізде оқу орынбасарларымыз бар. Lesson study бойынша жұмыс жүргізіп жатқан. Сол апайларымыз, сол жас мамандарға және де нелерге, мұғалімдерімізге түсіндіріп, сол жұмыстарын жүргізіп жатқан неміз бар. Және де мынау информатик пән мұғалімдерінің жәрдемімен деген сияқты. Бірлесе отырып, жасанды интеллектін жүргізіп жатырық. Қанша түлек келіп отырсыздар? Биыл бізде 11 сыныпта 24 оқушымыз қалса 2 алтын белгіміз бар. Болашақта үміт артып отырмыз. Бірақ жылда өзімізде 2, 3, 4 алтын белгі ақтап, облыстық неге барған кезде, тексеруге барғанда ақтап атқан жайымыз бар. Келесі таныстыратын білім ошағы Павышев атындағы жалпы орта мектеп. Мұнда бүгінде 1000-ға жуық оқушы білім алады. Мектептің барлығы пән кабинеттері толықтай жаңадан жасақталған. Оқу процесіне қажетті материалдық техникалық база қамтамасыз етілген. Жаңа тағайындалған басшы өзімен бірге жаңа жүйе, жаңа көзқарас алып келген. Соның нәтижесінде мектептің жетістіктері де артып келеді. Үлкен ұжымды бір мақсатқа біріктіріп отырған мектеп басшысы алдағы жоспары мен талаптары туралы да айта өтті. Мақтаарал ауданы білім бөліміне қарасы Оспан Бабыш атындағы номер 8 жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қолданылуға 1993 жыл берілген. Ғимараттың қуаттылығы 830 оқушыға арналған. Қазіргі таңда бұл ғимаратта 945 оқушы білім алуда. 2 ауысыммен өтеді білім. Мектепте 110 педагог қызмет етуде. Оның ішінде 1 шебер, 39 зерттеуші, 32 сарапшы, 15 модератор және 4 педагог ұстаздарымыз қызмет атқаруда. Оспан Бабыш атындағы номер 8 жалпы білім беретін мектепке мен жаңадан басшылыққа тағайындалдым 17 маусымда 25 жылы. Бүгінгі таңда мектебіміз күрделі жөндеуден өтуде. 25 мамыр 2025 жылдан келесі жылы 31 тамызда 26 жыл аяқталады. Қазіргі таңда күрделі жөндеу іші толығымен күрделі жөндеуден өткен, ішкі әжетханалардың барлығы қосылған. Мектепке 5 пән кабинеті берілген: робототехника, STEM, химия, биология, физика кабинеттері берілген. Біздің мектепте спорт әртүрлі салада үйірмелер жұмыс жүргізеді. Сол үйірмелердің ішінде бізде домбыра үйірмесі бар. Домбыра үйірмесінен бірнеше оқушыларымыз күй сайысына қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Қазіргі таңда оқушыларымыз күреске, тәуелсіздік мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан күрес спорт сайысына оқушыларымыз қатысып жатыр. Оған дейінде сайыстардан жүлделі орындар иеленген. Күрестен, футболдан, одан 9 құмалақ, осы спорт түрлерінен біздің оқушыларымыз жүлделі орындар иеленіп, мектебіміздің қанжығасын майлап келуде қазіргі таңда. Бастауыш сыныпта бізде 370 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Жоғары буында бізде 27 оқушы ыстық тамақпен қамтылған қазіргі таңда.
Президенттің жолдауы жасанды интеллект, жаңа Қазақстан, жаңа білім, жаңа мектеп бағыты бойынша бізде мектепте өте көп іс-шаралар атқаруда. Қазіргі таңда барлық сабақтарда жасанды интеллект элементтері енгізілген. Жасанды интеллект бойынша тапсырмалары, белсенді іс-әрекеттері барлығы пайдалануда. Тәрбие саласы бойынша біртұтас тәрбие, қауіпсіз балалық шақ бағдарламасы бойынша бізде әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Қауіпсіз балалық шақ бағдарламасы бойынша қазіргі таңда бізде жас прокуроршылар клубы ұйымдастырылған. Осы клубтың жоспары жасалып, бүгінгі таңда жұмыс атқаруда. Мектепте оқушылардың қауіпсіздігі бойынша бізде 5 турникет орналастырылған, және бізде 42 камера орналасқан, оның 4-еуі сыртқы камералар, қалғанғы ішкі камералар, және әжетханалардың бәрі іште орналастырылған. Оқушының қауіпсіздігі жан-жақты қамтылған. Бізде мектепте басты біздің мақсатымыз, мүддеміз мемлекеттік білім беру стандартын игеру, меңгерту оқушыларға. Бірінші ұстаным осы, сабақтарды өз уақытында өтілуі, мемлекеттік білім беру стандартын балдардың бойына қалыптастыру. Екінші мәселе, тәрбие саласы бойынша салт дәстүрді дәріптей отырып, балалардың қауіпсіздігін бірінші орынға қоя отырып, балаға жан-жақты адалдықты үйрету, отансүйгіштікке үйрету, елжандыққа үйрету баланы. Осылайша Мақтаарал ауданының білім саласы жүйелі дамып, әрбір оқушы мен бүлдіршінге сапалы білім мен қолайлы жағдай жасалуда. Ауданның мектептері мен балабақшалары заман талабына сай жаңартылып, жаңа басшылар мен ұжымдардың тынымсыз еңбегінің арқасында оқушылардың жан-жақты дамуына толық мүмкіндік туып отыр. Білім айнасы хабары алдағы уақытта да өңірдегі білім ордаларының жетістіктерін көрсетуді жалғастырады.